Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын пирог пен ташкентский чай дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керек құрамның барлығын видеоның астына жазып кететін боламын. Ұнымызды електен өткізіп аламыз, үстіне қопшық салып қоямыз. Оның үстіне қантымызды, майымызды, жұмыртқамызды салып қамыр илейтін боламыз. Кез келген формамызды алып майлайтын боламыз. Оның үстіне қамырымызды қойып орналастырамыз. Орехтерімізді салатын боламыз. Егер де үлкен болып жатса, қолымызбен үгітіп жесеңіздер болады. Оның үстіне мейіздерімізді саламыз. Орехті көп салып, мейізді аз салсаңыздар да болады. Орех көп болса, өте дәмдірек болады. Барлығын салып болғаннан кейін бетіне сгущенкамызды құятын боламыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Пирогымыз пісқанға шейін ташкентский чай дайындайтын боламыз. Алдымен лимонымызды турайтын боламыз. Чайнигімізге алдымен мятамызды салатын боламыз. Мятамызды салғаннан кейін оның үстінен лимон салатын боламыз. Наватымызды саламыз, оның үстінен чайымызды салатын боламыз. Одан кейін бірден қайнаған су қоямыз. Чайымыз дайын болды, өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.